Жаңалық. Қазақстан түркі бауырымыз Әзірбайжанға қарсы соғыс ашып, армяндармен бірге болуы мүмкін. Сұмдық ақпарат. Қазақстан Әзірбайжанды қолдауы керек па, әлде армяндарды қолдаған дұрыс па? Өз ойыңызды комментарийге жазып, видеоға лайк қойыңыз. Бастайық. Өте тәжірибелі экспертті тыңдаңыз. Армысыздар құрметті көрермендер. Күні кеше ғана Әзербайжан мен Арменияның арасында қақтығыс қайта ушықты. Түні бойы тараптар өзара ұрыс қимылдарын жүргізді және қазіргі уақытта Баку Ереванды, Ереван Бакуды айыптап жатыр. Яғни, егер тараптардың мәліметіне назар аударатын болсақ, Әзербайжан тарапы Арменияны 2020 жылғы 10 қарашада жасалған үш жақты келісімді, ол кезде өздеріңіз білесіздер, Армения, Әзербайжан және Ресейдің арасында үш жақты келісім жасалған. Міне осы келісімді өрескел бұзды. Әзербайжанның аумағына диверсиялық топтарды кіргізуге тырысты, тыйым салынған аумаққа өтті және бірқатар елді мекендерді миналауға әрекет жасады деп айыптап отыр. Ал Армения тарапы Әзербайжанды біздің әскери нысандарға соққы жасады, елді мекендерге, бейбіт тұрғындар тұратын ауылдарға шабуыл жасады деп айып тағып отыр екен. Яғни Баку Ереванды, Ереван Бакуды айыптауда. Осы уақытқа дейінгі белгілі ақпараттарға назар аударатын болсақ, Армения тарапынан 49 адам қаза тапқан. Бұл жайлы Пашинян парламентте сөйлеген сөзінде жариялады. Ал енді Әзербайжан тарапынан 8 адам оққа ұшқан, 8 жауынгер. Бұл жайлы Әзербайжанның қорғаныс министрлігі өзінің ресми сайтында жариялады. Енді қаза тапқан, жарияланғандардың саны әлдеқайда көп болуы мүмкін, себебі нақты ақпарат әлі күнге дейін жарияланған жоқ және Ереванда, Бакуде ақпараттарды толықтыра түсетіні жайлы ресми түрде мәлімдеп отыр. Осы уақытқа дейін бұл қақтығыстар бірнеше мәрте болғанын білеміз. 2020 жылғы екінші Қарабақ соғысынан кейін Әзербайжан мен Арменияның арасында келісімдер болса да, арандатушылық күштердің, әсіресе Армения тарапынан жасалған шабуылдардың тоқтамай іске асып келе жатқанын көріп отырмыз. Мысалы, 2020 жылғы 10 қарашада жасалған келісімге назар аударатын болсақ, Армения Қарабақта өзінің әскерін алып кетуге тиіс еді. Яғни Қарабақта Арменияның тұрақты әскері болмауға тиіс. Қарабақта тек қана Ресейдің бітімгерлік күштері, Әзербайжанның әскері және тырнақшаның ішінде Таулы Қарабақ Республикасы деп аталатын жақын арада толыққанды жойылуға тиіс армян сепаратистерінің әскери құрылымдары ғана болуға тиіс деген осындай бір келісім болған. Бірақ бұл келісімді Армения толыққанды орындамай отыр, себебі әлі күнге дейін Қарабақтағы әскерін әкетпей, әне-міне деп уақыт созып келе жатыр. Сондықтан қазіргі болып жатқан іс-әрекеттердің өзінде де Армения тарапының арандатушылық іс-әрекетке баруы ықтимал деген болжамды жоққа шығарған болмайтын шығар. Енді бұл жерде ең қауіптісі не? Бұл жерде ең қауіптісі ол Пашинянның ОДКБ-ға ресми ұсыныс тастау, ОДКБ-ға ресми жүгінуі. Себебі Пашинян ұрыс қимылдары бүкіл әлем Әзербайжанның аумағы деп мойындаған Қарабақта емес, ұрыс қимылдары Арменияның өзінің жерінде өтіп жатыр. Яғни Әзербайжанмен шекаралас аймақтарда жүріп жатыр деп дабыл қағып отыр. Бұл ретте ОДКБ-ның шартына сай ОДКБ бізге әскери көмек беруі тиіс деп мәлімдеме жасалды. ОДКБ-ның шартына назар аударатын болсақ, ОДКБ-ға мүше мемлекеттердің аумағына шабуыл жасалған кезде, кез келген мемлекеттің біреуінің аумағына шабуыл жасалса, ендеше сол ұйымға мүше мемлекеттердің барлығына шабуыл жасалған болып есептеледі. Бұл енді НАТО-ның 5-ші пунктіне өте ұқсас. Яғни ОДКБ-да 6 мемлекет бар, білеміз, ол Армения, ол Қазақстан, ол Қырғызстан, ол Ресей, ол Беларусь, ол Тәжікстан. Міне осы 6 мемлекетке мүше болып табылады. Осы 6 мемлекеттің біреуіне шабуыл жасалса, ендеше алтауына да бір мезетте шабуыл жасалған болады деп есептеледі деп, осы пунктін алға тартып, Пашинян ОДКБ-ға дабыл қағып үндеу тастауда. ОДКБ әскер жібере ме? Және оның ішінде Қазақстан Арменияға әскери көмек бере ме деген сұрақ қоғамда өткір тұр. Себебі бұйрық қатты жан тәтті деген сияқты, Қазақстан енді одақтастық, әскери негіздегі одақтастыққа шартқа қол қойған және оның талаптары мен міндеттерін орындауға халықаралық құжаттың деңгейінде міндетті. Сондықтан Қазақстан әскер жібере ме деген сұрақ өткір тұр. Бұл жерде бірінші ОДКБ-ның өзінің позициясын анықтап алуға тиіспіз. ОДКБ бүгін ресми позициясын білдірді және ресми позициясына назар аударатын болсақ, ОДКБ бұл қақтығыстарға қатысуға ниетті емес екені анық көрініп тұр. Былай дейді: біз Армения мен Әзербайжанның арасындағы қандай да бір қарулы қақтығыстың болғанын мүлде қолдамаймыз.
барлық мәселені саяси дипломатиялық жолмен шешуге ұсынамыз дейді. Бұл дегеніміз бірден көрініп тұр. Ешқандай да әскери көмек болмайды Арменияға, және мәселені ұрыс даласында емес, дөңгелек үстелдің үстінде қаламның ұшымен шешуге итермелеп отыр. Бір сөзбен айтқан кезде ОДКБ бұл қақтығыстарға араласпайды. Биыл ОДКБ-ға төрағалық етіп отырған Армения еді, оның ішінде Пашинян биыл ОДКБ-ның төрағасы қызметін атқарып отыр, және Армения мен Әзербайжанның арасында бір оқ атылса, бірден ОДКБ-ға жүгіну әдетін Пашинян биыл бірнеше мәрте көрсетті. Осы жолда дәл сондай іс-әрекетке барып отыр. Бірден белгілі болғаны, ОДКБ бұл іс-әрекеттерге қатыспайды. ОДКБ әскери іс-әрекеттерге қатыспағандықтан Қазақстан да әскер жібермейді. Мейлі тіпті ОДКБ әскері Әзербайжанға қарсы Арменияға әскер жіберуге келіскен күннің өзінде Қазақстан бұл іс-әрекетке қатысуы қаншалықты іске асады дегенде сұрақ туындауы мүмкін. Менің ойымша, бұл жерде шарттарға қарамастан, екі елдің арасындағы және мемлекеттердің ОДКБ деп аталған ұйымға бірігу кезіндегі шарттарына қарамастан, Қазақстан әскер жіберуге екіталай деп ойлаймын. Неге? Оны бірнеше факторлармен анықтап беруге болады. Бірінші фактор ол сауда-экономикалық қарым-қатынастар. Екі мемлекет не үшін қақтығысып жатыр? Бұрынғы Кеңес одағының екі республикасы, Армения мен Әзербайжан халықаралық деңгейде Әзербайжанның бір бөлігі саналатын. Бірақ 2020 жылға дейін толығымен этникалық армендардың бақылауында болған Таулы Қарабақ үшін ондаған жылдар бойы соғысып келеді. 2020 жылы 6 аптаға созылған қарулы жанжалда Әзербайжан Таулы Қарабақ пен оның төңірегіндегі айтарлықтай аумақты қайтарып жеңіске жетті. Бұл ұрыс Ресейдің арағайындығымен жасалған атысты тоқтату туралы келісіммен аяқталды. Бірақ аймаққа ресейлік бітімгершілік күштердің шоғырлануына қарамастан, екі ел арасында оқтын-оқтын қақтығыстар әлі болып тұрады. Соңғы оқиға кезінде Ереван түнде бірнеше армян қаласына шабуыл жасалғанын хабарлады. Әзербайжан болса, армян арандатушылықтарына жауап беріп жатқанын мәлімдеп отыр. Қазақстан мен Әзербайжанның арасындағы 2021 жылғы сауда-экономикалық қарым-қатынастарға назар аударатын болсақ, ендеше өзара тауар айналымы 200 миллион доллардан асады. Ал енді Армения мен Қазақстанның арасындағы сауда-экономикалық қатынасқа назар аударсақ, ол 20 миллион долларға жетпейді. Яғни 10 есе көп. Біз Әзербайжанмен 10 есе көп қарым-қатынас жасаймыз деген сөз. Біріншіден, ол Каспий арқылы өте жақын. Екіншіден, Әзербайжанның экономикалық потенциалы сөзсіз Армениядан бірнеше есе көп. Енді бұл ретте Ресейдің де Әзербайжанмен сауда-экономикалық қарым-қатынасы өте тығыз. Армениямен салыстырған кезде Ресей мен Әзербайжанның арасындағы бір жылдық тауар айналымы 3,2 миллиард доллар құраған екен өткен жылы. Ал Армения мен Ресейдің арасындағы тауар айналымы 2,6 миллиард доллар құраған екен. Яғни 600 миллион доллар айырмашылық бар деген сөз. Енді экономикалық жағдай көптеген мәселелерді анықтайды, оның ішінде саяси және әскери қақтығыстарда да ол басты шешуші рөлді ойнап кетуі мүмкін. Біріншіден, экономикалық тұрғыдан бізге Әзербайжан өте қажет мемлекет. Екіншіден, жақын аралықта Қазақстан мен Әзербайжанның арасында өздеріңіз білесіздер, бірнеше келісімдер жасалды. Қазақстан Әзербайжанды экономикамызды транспорттық логистикалық тұрғыдан диверсификациялаудың бір жолы ретінде қарастырып, Каспий арқылы Әзербайжанға жетеміз, Әзербайжан арқылы Грузияның порттарына шығу, Супса портына шығып, Қара теңіз арқылы Еуропа мемлекеттеріне өзіміздің түрлі ауыл шаруашылық тауарларымызды, шикізат өнімдеріміз және жеңіл өнеркәсіптегі өнімдерімізді жеткізуді көздеп отыр. Сондықтан Әзербайжан бізге өте ауадай қажет. Әзербайжанға Қазақстанды қажет, себебі Қазақстан аумағы арқылы Қытайға өзінің тауарын жеткізуді көздеп отыр. Және екі мемлекеттің өзара тауар айналымын 1 миллиард долларға дейін көтеру мәселесі талқыланады. Яғни экономикалық тұрғыдан біздің арамыздағы байланыс арта береді. Ал Армениямен дәл ондай нақты келісімдер жоқ. Сондықтан Армения біз үшін экономикалық тұрғыдан Әзербайжан сияқты маңызды мемлекет болып саналмайды. Бұл жерде қазір уақыт өте маңызды. Өйткені Ресей бұрын Армения мен Әзербайжан арасындағы ең ықпалды делдал болды. Ал сейсенбі күні Кремль президент Владимир Путин оңтүстік Кавказдағы қантөгісті ауыздықтау үшін бар күш-жігерін жұмсап жатқанын мәлімдегенімен, Украинадағы арнайы операция Мәскеудің Таулы Қарабақтағы бейбітшілік кепілі деген мәртебесіне нұқсан келтіріп отыр. Және де бұл жағдай Әзербайжанды Арменияға жер мәселесінде тағы да талап қоюға итермелеп жатқандай. Менің ойымша, Әзербайжанда қазір айбынын, әскери басымдығын пайдаланып, қол жеткізуге болатын кез келген нәрсені иеленуге ұмтылыс байқалады дейді Chatham House халықаралық істер институтының Ресей және Еуразия бағдарламасының доценті Лоренс Бройерс.
Әзірбайжанда, Арменияда 2020 жылғы бітімгершілік келісімнің сипатына үзілді-кесілді қарсы. Баку Таулы Қарабақты саяси құрылым ретінде таратып, онда Ереванның қандай да бір рөл ойнауына тыйым салғысы келеді. Ал Армения сол аймақтағы армендардың құқықтарын қамтамасыз етуге міндеттеме алған. Қандай қауіп бар? Армения мен Әзірбайжан арасындағы атыстар кең ауқымды қақтығысқа ұласып, оған аймақтық ірі державалар Ресей мен Түркия килігіп, Оңтүстік Кавказды тұрақсыздандыруы мүмкін. Айта кетсек, бұл аймақ Украинадағы ахуалға байланысты қазірдің өзінде энергетикалық ресурстарды жеткізу қиындаған шақта мұнай мен газ тасымалдайтын құбырлар үшін маңызды дәліз болып есептеледі. Мәскеу Армениямен бір қорғаныс одағына кіреді. Сонымен қатар Арменияда ресейлік әскери база орналасқан. Анкара этникалық түркілер мекендейтін бауырлас Әзірбайжанды саяси және әскери тұрғыдан қолдап келеді.